Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгін сіздерге PowerPoint бағдарламасымен қалай 3D көлемді пішіндер жасауға болатынын көрсетемін. Ең алдымен пішіндерге кіреміз. Кез келген бір фигураны аламыз, пішінді аламыз. Жұлдызды алайын. Жұлдыздың үстінен басып, формат батырмасын басып, изменить фигуры, начать изменение узловты басып, кез келген жұлдыздың, яғни пішіннің бұрыштарын бұруға, бағытын бұруға болады. Яғни бұл маған қажет емес, мен осылай қоя салам. Осыны эффект фигуры батырмасын басып, рел батырмасын басып, параметр объемға кіреміз. Осы жерде жұлдыздың, яғни енін, ұзындығын, биіктігін өлшеуге болады. Мына жерге кез келген, яғни еніне жазамыз. Мысалы, өзіміздің қалауымызға қарай 20 деп, биіктігін 30 деп. Дәл осылай келесі астында тағы да өзіміздің қалауымызша жазып, өзгерте береміз. Мына жерден төменгі релфті қалай өзгертеміз? Соған қарай кез келген пішіндерді таңдаймыз. Жоғарғы релфті көрейік. Дәл осылай сіздер де жасасаңыздар жасауға болады. Енді осы жерден түсін ауыстыруға болады. Тереңдігіне қара қояйық. Контурға кез келген бір түсті таңдайық. Сары. Қара. Мына жерден, бұл жерден де өзгертсеңіздер болады өлшемін. Өздеріңіз қалағандай. 100 деп. 50 деп өздеріңіз слайд 3D форматта пішіндер жасасаңыздар болады. Мына біздің 3D көлемдегі жұлдызымыз дайын болды. Егер өзіңізге ұнаса, кез келген пішінді алып, қолдансаңыздар болады осылай жасап 3D көлемде.